Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Асан Фазылбекұлы. Мен өз каналымда сіздерге химияны оңай әрі түсінікті түрде жеткізетін боламын. Бүгінгі видеомызда біз химиялық қызықты тәжірибе жасайтын боламыз. Видеоны көрмес бұрын лайк басып, комментарий қалдыруды және подписка жасауды ұмытпаңыз. Ендеше тәжірибемізге көз жүгіртейік. Бұл тәжірибе полда оттың жануы деп аталады. Бұны жасамас бұрын біз міндетті түрде сақтық шараларын ұстануымыз керек. Бұл тәжірибеге керекті заттар дезодорант немесе газовый баллончик керек болады. Сұйық сабын немесе шампунды пайдалансақ болады. Жартылай толтырылған су толтырылған ыдыс және сіріңке. Ол үшін біз алдымен қолымызды жақсылап сулап аламыз. Білекке дейін немесе шынтаққа дейін сулағанымыз дұрысырақ болады. Және осы суға сұйық сабынымызды немесе шампунды қосамыз. Сол қосылған сабынымызды араластырамыз. Осы араласқан ерітіндіге дезодорант қосамыз. Болғаннан кейін бетіндегі көбігін ғана аламыз. Қолды жаққан кезде өзімізден алып тастаймыз. Сіздермен бірге болған мен Асан Фазылбекұлы. Келесі қызықты тәжірибеде кездескенше.